көті тырысып қалатын роднойың. Короче, начкеден біреу ақ қалған ғой. Тәте деймін да тез алып аламын, ана аламай қалады. Тақ көрейін да. Ей, бетін бәрін сызып тастайсыңдар, білем ғой, бетін бәрін ұстап бейді. Мә. И так сызылып тұр, ей. Ана көті тырысты. Мал, мә деймін. Бір лақтыршы. Бір лақтыршы. Жаңа алдық қой. Мә. Ей, ше, мынау. Көтін ұсташы анан, көт тырысты анан. Мә, кеше вечер потолок болды ғой. Қыздарды айтса сен Вечерге аяқта. бардыңдар ма не? Барғанда, бақа шақырды чисто, случайно кіріп қалды. Мен шақырмадыңдар ма сонда? Аяқ асты кіріп қалды. Бақа шақырды бізді. Тосын ай. Сен, аман ма? Тема ғына? Брат, қазір үшеуміз бірдей ес сасып жүреміз ғой. Бәлі. Сасып жүре берейін ба сонда? Мә, бір себесі бар. Ей, аласаш тосын. Рабой, мә. Ойлаңдар, жерден 150 мың доллар тауып аласың да, короче. 50 мың доллар саған беремін, родной. 100 мың долларға бір үй мен машина бизнес ашамын. Маған да берші бер. Ей, көріп тұрсың ғой, жетпей тұр ғой өзімізге. Адам екенсіздер ғой. Жоқ ақша бермейсіздер. Ей, 100 мың доллар саған берек керек емес ол. Каспин блокты аудармана. Ей, жоқ ақша Өзімде ғой. тауылған. Мә, родной, осырмашы, сен осырың білемін, қатты сасиды. Неге менікі ға? Сендердікі де сасиды. Ой, сен алдында осырдың, қоңыр иіс шығып кетті, білемін. Отырмын. Асқар! Ей, отыра бер. Тоқтаса ау! Далада осырып жүремдер. Ей, даланы састасың ғой қазір. Ой, ей, бер. Ей, родной. Отпиши мен, бля. Ей, мен ана бір ешкім асик темекі шегеді ма, шекпей ма? Ей, жоқ, брат, анау шекпейді ғой. Шынымды айт. Білмеймін, брат, доссың ғой, жанында жүрсің ғой, білетін шығарсың сен. Жоқ, досым ғой. Айт деймін, шекпейді ол. Айтпасаң ұрып өлтіремін, шынымды айт болай. Болай? Жоқ, айт. Ішкен кезде ғана шекпесе, шекпейді ау, брат. Қалай өкет, інім двойной ұстап бере салдым, сен шетіңмен бірге айтып бере салдым оғым. Бопты, брат. Че там, бәрі дайын ба, кеттік па балыққа? Ей, бәрі дайын, қармақ барлығын алдық, айтпақшы, Бека? Че там, Бека? Дәурен? Кана? Бәлен ала, жібермей қойған ба не бүгін? Бәлә, екеуміз ақ барамыз ба енді? Вечно! Неха? Өмір осы балқа барамыз дейді. Бауырым белгесейші, не бол терлеп жерсіп жүрсейші, кондер сатып отыр. Біреу ғана қал, өз бағасын беріп жатыр, кеттік. Бауырым, мына кондерді алсаң бар ғой, ойбай, комната былай тұрсың, жүрегіңді суытып жіберетін ол бар ма байламасаң. Мына кондерді алсаң бар ғой, үйге морозильник керек емес, ана еттерді диванның үстіне жайып қой, отыра бересің. Өкінбейсің, алсай бауырым, Бауырым, мына кондиционердің шлангысы бар ғой, прямой Антарктидаға қосып тұр, білесің ба? Бұны көп қосуға болмайды дейді. Ағайылар келіп алады тойға. Ана тоңдырып тастаған өткен күнім деген қара кесектің рэпі бар ғой, осы кондер жайлы ғой, білесің ба? Ол албасты бар ғой, тағды бар ғой, сезімді де жылтады. Қос қойсаң үйде жеңгемен рахаттанып жатасың да. Бірақ бұны қос қойған кезде терезені ашпаңдар үйде. Дала январь болып кетеді да. Бауырым, саған бірдеңе айтайын ба? Тек 30 маусымға дейін Мечта KZ сайтына кіріп, лето 2024 промокодының онлайн сатып алсаң, 10% скидкамен сатып аласың, білесің ба? Мына шанс қоя, жіберіп алмаса, бауырым. Білем ғой, брат, мен бұл кондиционерді білем, бұл өте заманауи кондиционер ғой. Бұл 10 минутта бөлмені 6 градусқа дейін суытады ғой. Ана ионизация функциясының арқасында бөлмедегі вирустар мен бактерияларды өлтіреді ғой бұл еще. Бұны еще телефонмен басқарса болады. Бәлем бәрін біліп тұрғысың, бауырым, неге мен аузымды ауырып тұрсыз өлетін? Анау басқа кондерлер сияқты, анау арқаңа жел үріп, арқаңды ауыртпайды ғой, бұл еще жай жұмыс істейді ғой, беззвучно. Мечта дүкендері сіздерді күтеді. Бала, болды, мен ана военкоматпен сөйлесіп қойдым. Ертең армияға барасың. Мектебін бітірдің, болды, дәу жігіт болдың ғой. Болды, папа. Барып қайтамын ғой. Киімдерді дайындап бол. Папа, Не болды? армияға шақырып жатыр ғой. Сені ма, мені ма? Сіз барасыз ба? Сен бара бер, балам. Жолың болсын. Мені жоқ де. Борышың ғой. Давай. Жұрттың махаббатына қарасаң, қызығасың қойшы. Жан. Не бұл? Рахмет, вообще күтеді. Ботақан? Ау. Блокнот ашып қатыр. Блокнотта? Не бар бұның ішінде? Ердәулет пен Айкоға Дубайға 2 адамға жолдама? Иә. Құдай қаласа, екеуміз Дубай кештерін аралайтын боламыз жаным. Жаңа бүйтесің,
Мал саған. Ал біздің махаббат. Кім мынау Айко? Танымаймын. Ассаляму алейкум, брат, қалай жағдай? Денсаулық керек болса, Айкодан ары жүрсей? Кім? Танымаймын. Иба, сен немене білесің сен, е? Айдын, отписка, Жандос, отписка, Женім ғой ол. Даниярдан, отпис. Туған тусан да. Мә. Көзін сорасын ағызады. Басталды. Жүремаймыз. Басталды мына темасы. Кейін бір қышталған кезде өзім неғылам жазым. Баш. В общем, братан, бір ойым бар. Не ойын ол? Мына столдың үстінде бургер тұрады. Сульфа жасаймыз, ұлтқан адам анау гараж жаққа барып жүгіріп келу керек. Бір шиша болмаса ойнай алмаймын да оны. Бір шиша қалай болады екен? Ей, толтырмай. Алғаш емеспіз ғой бізде. Сулифа. Ана жаққа жүгіріп қайтасың ғой, ұтылдың ғой. Сулифа. Абыз. Бізде бір әшке. Питун бастары отыр біз. Полный питун бас. Жағасың ба өнім маған, не жақпайсың? Жақам ғой. Не дейміз енді? Ағаларымыз аман болсын. Ой. Бар болыңыздар. Міне. Өйстіп арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Сулифа. Мен екен ғой. 77, 78, молодец. Осы пайдалы жаңа ойыннан көр. Вот. Давай. Бітті мұны. Сульф ойнаймыз да? Қоя өш, братан, өзім магазинге жүгіріп барып келе беремін бәс. Вот. Бегом. Қош, братан, давай. Ойын жақсы екен. Тамыр сен бір отта сай. Жоқ, тамыр шебер тойып тұрмын жан. Жоғы бір отта, бастамасын болмайды бе? Жарайды, қоймадың ғой. Түйіліп атырым ше, неден деген білмейсің ба? Нан көп кеткен ғой просто. Ішінде іштен шықпады ма? Қалбаса. Шықты ғой, жеп қойдым, бірақ түйіліп атырым ше. Немен кетірсем болады? Шайнасай, даканса шайнасай. Шөлдеп те тұрым ше, сәл. Дұрыс па, тамыңыз жайын суда ішу керек барасың ба? Ішетін бірдеңе болғанда ғой, я. Не отыр басқа, не жаңық? Не жаңық болған, тұныс ғой, сәл шөлдеп тұрым ше. Қатты түйіліп отыр. Бағана гарилаған ең ма? Көрмедің ма? Қаяқ қойды ғой? Лақтыр жөдің ма гарилан? Таусылып қалды ғой? Өзің ғой, қой маған бүйтіп ауызыма тығып іш деп. Сенің саудагер роднойың. Помидор огурцидың аруағы, банан санандардың аруағы, алмапы... Не істеп атсың? Кішкене сауда нормально жүріп кете ма деген ғой? Не керек? Тыныштық керек ше. Даусым қатты шығып кетті. Түнгі бір да просто. Жүзіңдерден ауыз тисе кішкене жек көрсей. Бақсыны овощнойды ашып қойды өм, ашпағасыңдар ма? Патологындайдың жеміс жейді көсіп кетті ғой. Брат, мына алмалар қандай? Ой, патологыным ала бер. Брат, жұмыртқалар қаншадан? 50 теңгеден ғой бауыр. 30 теңгеден берсейін, жұмыртқа ғой ашын. Біздің тауықтар көтін жыртып тоғады екен. Соны саған 30 теңгеден беріп тұрады. Еңбегі бар ғой орында. Кендір сюрприз ба саған? Неме? Арбуз қып-қызыл болып шықты, сойып қойдым. Брат, мен сенен банан сұрадым ғой. Банан болғанда үйде бала-шағаң жеп қоя салады ғой енді. Бала-шағам жоқ қой мен. Достарың, туған-туысқандарың келеді, жеп қоясыңдар ғой. Қалада ешкіммен араласпаймын мен, брат. Холодильникке сап қойсын, кешкісін мұзда қылып жеп аласың. Жоқ қой холодильник үйде. Бір сорлы адам екенсің, алқаш. Атыргүлдер аштан чырай. Алмалар қай жақтан? Местный ғой, брат. Местный, қаланың ішінен да, Я. Шаляпина береговойда 10-шы домның астында сол жерде егіп жатыр. оның астында шаштараз еді ғой, брат. Ой, варенье емайсың ба? Жаз ғой газ. Қыс болмай ма сонда? Жаз болып тұра берем, Африкада өмір сүріп жатсың ба? Қымбаттап кетеді ертең қыста. Так, біреуі 1000 теңгеден, бесеуін саған 2000-ға берем. О, жақсы ғой. Қоя тұр, мен отып тұрмын ба? Ой, электр шақырдыңыздар ма? Жоқ, керек емес. Өзім істей берем, әйелім қызғанам ғой. Ой, көтек баса әйелдерге барып жүріп қызғану туралы айтпай қойшы. Тем более мына жөндей алмайсың сен. Мына жөндей берем.
Қызғанғанда дұрыс. Болмаса істеп бересіз. Пошел вон. Мына қарай. Ой, шеше қоятыр қазір мен тоққа түсіпсің ғой, звондаймын скорыйға қоятыр. Так, мына жердің цветін жағып қойдым уже. Кәме қараңыз. Әй, мынау. Әй, қазір раковинаны қосып көрейін. Мынау ұят болып қалды. Душтың цветін жағып көрші. Шеше, су қосылды ана жақтан. Қазір электрик шақырам. Аға көмектесіңізші, балам тоққа түсіп жатыр. Ағашпен ұрсаңдар шуын. Ағаш жоқ қой үйде. Ой, футболист балаң бар емес пе, сонымен ұрсай. Мықты айттың. Бұндай сөздерді қаяқтан жаттап аласың? Жаттап жүремін ғой мен өзім. Қойшы. Кітап оқып тұрамын ғой мен. Қандай кітап оқисың? Былай балаң қызық емес пе ана жақта сен? Қой көрші, қандай кітап оқисың? Қой, Арекен, неме анау жіберген балаң сенің тошың тірлік шеше ала ма мынау? Мынау не істеймін деп менен сұрап тұр ғой мынау братан. Үштәлем ба сенің атың? Мына киіп алған шүлөккісіне дейін не сүресің ғой, мына садиктен қашқан ба братан, не ағасың? Не болды, бірашық келе ма аналар? Келек ка, брат. Неғып бір өзің келмегесің, қасында досың деп кепсің ғой. Досым емес, мен братаным ғой. Жас көрінесің ғой сен, неғып үшін? Бәрі мені сұрайды, қалай жас көрінесің деп. Бірақ менің жасым 43-те балам, қанымда қарайтпа сен мені бүйтіп, Болды көке. Кете болды. Болды көке. Құры дедім ғой мен саған, құры болды. Өйстіп тұтылмасаң болмайды. Короче, тура осылай кигізем ғой. Осылай. И анау замедленно кетіп бара тұр. Артына шығамда көрпе төсегін жайып, будильнигін қойып кетем ғой. Осы түс жақсылыққа жорып отыр мен. Түс керісінше болады дейді ғой, брат. Оны да ойлап, ручка парағымды алып шықтым ғой. Сразу жазып жібересің ғой. Бірдеңе болса. Базар. Ручка парақ жоқ. Біз. Не болды? Қызыл оққа шығу керек болып отыр, братан. И соң ағасымен сөйлесіп беріңізші. Қыздың аты кім? Камила. Баяғыда еркек болмаған ба әйтеуір? Еркек болған, братан. Соң ағасымен сөйлесіп беріңізші. Жеңгем жібересіз сай онда? Жайшы. Баяғыда ағасы да қыз болған шығар. Бабай, братишке.